Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен 11-ші сабақ я әрпінің жазылуы тақырыбын өтеміз. Балалар, 48-ші жаттығуға қарайық. 48-ші жаттығу мәтінді тыңда. Дене мүшелерінің таласы. Бірде дене мүшелері өзара айтысып қалыпты. Айтысты аяқ бастапты. Одан соң қол, құлақ, көз өз пайдалары туралы айтыпты. Ең соңында мұрын тұрып былай дейді: адам үшін мен пайдалымын, мен болмасам адам иісті сезе алмас еді. Сол кезде адам бәрін ортаға шақырып былай депті: босқа дауласпаңдар, адам үшін бәрінің де пайдаларың бар. Аяқ болмаса адам баратын жеріне жете алар ма еді? Қол болмаса адам тамақ ішіп және әртүрлі жұмыстар атқарар ма еді? Құлақ, көз және мұрын болмаса адам ести, көре және ауа жұтып иісті сезе алар ма еді? Бәрің де адамға керексіңдер. Бір-біріңді сыйлап өмір сүріңдер. Балалар, мәтін мазмұнын өз сөзіңмен айтып беріңдерші. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, көз, құлақ, қол, аяқ не деп таласқанын өзің айтып көріңдер. Дұрыс айтасыңдар, жақсы. Дұрыс айтасыңдар. Яғни көз, құлақ, қол, аяқ адамға ең қажеттісі менмін деп таласты, Енді балалар, аяқ сөзінің айтылуы мен жазылуын салыстырайықшы. Аяқ айтылған кезде неше дыбыс естіліп тұр? Дұрыс айтасыңдар, 4 дыбыс естіліп тұр. Ал жазылған кезде аяқ 3 әріп жазылады екен. Жақсы, балалар. Балалар, есімізде сақтайық. Сөзде ия дыбыстар естілгенімен жазуда олардың орнына я әрпі жазылады. Мысалы, мая, сая, таяқ деген сияқты. Балалар, енді 49-ші жаттығуға қарайық. Әр сұрақтың жауабын тауып сәйкестендір. Екі көзің не үшін керек? Дұрыс айтасыңдар, жақсылықтарды көру үшін. Екі қолың не үшін керек? Жақсы, жарайсыңдар, елге көмек беру үшін. Құлақ деген не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Екі аяғың не үшін керек? Туған жерге қайту үшін. Жақсы, балалар. Балалар, енді келесі жаттығуға қарайық. 50-ші жаттығу, сөйлемдерді көшіріп жаз. Балқия тісін жуды. Оның тісі ағарды. Інісі Аянның тісі ауырды. Балалар, я әрпі бар сөздер табыңдар. Дұрыс айтасыңдар. Балқия және Аян деген сөздерде я әрпі бар. Я әрпі қай дыбыстардың орнына жазылып тұрғанын айтыңдаршы. И, а деген дыбыстардың орнына я әрпі жазылып тұр, балалар. Балалар, Аянның тісі неге ауырды? Жақсы, ол тісін жуған жоқ, балалар, Аян. Келесі, сен тісіңді немен тазалайсың? Күнде тазалайсың ба тісіңді? Дұрыс айтасыңдар. Дұрыс айтасың. Жақсы, балалар. Тісті күнде тазалау керек, тісті күнде жуу керек, Немен жуасыңдар? Тіс жуатын щеткамен, Жақсы, балалар. Енді балалар, келесі жаттығуға қарайық. 51-ші жаттығу. Берілген әріптер қатарында жасырынған сөздері тауып оқы. Бірінші қатарда қандай сөз бар? Дұрыс айтасыңдар. Шаян. Екінші қатарда тұяқ. Келесі қатарда аялдама. 4-ші қатарда қия. 5-ші қатарда сия. Жақсы, балалар. Балалар, тапқан сөздерінің бәріне ортақ әріптің айтылуы және жазылуында қандай өзгеріс барын айтыңдаршы. Барлық сөздерде я әрпі бар екен, Я әрпі айтылған кезде и, а, яғни екі дыбыстың қосарлануынан
Я әрпі жазылады екен, балалар? Ия. Шаян дегенде я әрпі жазылып тұр. Тояқ, я. Аялдама, я әрпі жазылып тұр. Келесі. Қия, я әрпі. Сия, я әрпі жазылып тұр. Жақсы, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Лайк басуды ұмытпаймыз, балалар. Сау болыңдар. Келесі сабақта кездескенше.